Қайырлы күн достар. Бүгін біздің автошоуымызда 2024 жылдың нәтижесі бойынша Ресей нарығында каршерингті бестселлерге арналған Geely Coolray. Автошоуымызды бастамастан бұрын Geely Coolray'ге кішкене тарих қамтылайық. 2010 жылдан бастап Volvo компаниясы, шведтік Volvo компаниясы Қытай нарығына көшті. Қытай нарығында Geely Auto концернінің бір бөлігі болды. Ол бірден бір себебі әрине нарықтағы кризис дейміз. Екіншісі 2017 жылы BMA платформасында Geely Coolray, яғни шағын қалалық кроссовер ретінде Geely Coolray шығарылды. Ал 2018 жылдың қараша айында ол көпшілікке Қытай автосалонында танылды. Ал 2020 жылдан бастап бүкіл әлемге, яғни экспортқа осы автокөлік шықты. Негізі Geely Coolray ол Volvo платформасында шығарылды деген ол қате тұжырым. Себебі 2010 жылы Volvo Geely Auto концерніне қосылғаннан кейін Volvo инженерлері өздерінің тәжірибесінде қолданған платформаны, жаңағы мотор гаммасын және қораптарын Қытай нарығына ұсынып, Қытай инженерлеріне ұсынып, бірігіп істеген BMA платформасындағы бірінші автокөлік. Geely Coolray 3 цилиндрік 1.5 мотормен жабдықталады. Шамамен 174 ат күші бар, 250 ньютон-метр момент. Және де 7 сатылық роботпен жабдықталған. Дәл біздің бүгінгі автошоуымыздағы автокөлік 2023 жылы наурыз айында осы Астана қаласындағы автосалонда алынған. Бүгінгі күні 21.500 шақырым жүрілген. Самамен 8-2 секундта 100 шақырымды бағындырады. Жаңағы өндірушілердің айтуы бойынша. Қалада отын тұтынуы орта есеппен 100 шақырымға 10 литр. Трассада немесе жаңа аралас режимде 7-8 литр отын тұтынады. Сыртқы дизайна келетін болсақ, агрессивті дизайнда жасалынған. Бас шамдары LED, тұманға қарсы шамдары LED-тен жасалынған. Жарық шамдарында маркировка Geely. Және радиатор торлары спорттық агрессивтік түр беретіндей қызыл линиямен жасалынған. Енді Coolray'дің салонын көрейік. Жүргізуші орны.
Енді орындықта жылжытпай артына отырып көрейін. Орын жеткілікті. Үстінде де Geely Coolray негізі жас балаларға, жаңағы жас отбасына арналған көлік. Себебі ішінде орын көп болғанымен жүк салғыш көлемі шамамен 330 литр. Тек қана бір коляска сыюы мүмкін. Онда 25 дюймдік мультимедиа, 7 дюймдік және аспаптар панелі, мультируль, қол ұстағыш, мына жерде қоратын режимдермен қолдану және автохолд жүйесі. Үстіңгі жағы панельдің жұмсақ материалдан жасалынған. Мына жерде пластик, ағаш сияқты және алюминий тәстес дизайн. Медиасы заманауи, жаңағы айтқандай онда 25 дюймдік мультимедиа мониторы, онда Apple CarPlay, Android Auto бар, және 360 камерасы, және тағы басқа көрсетілген. Geely Coolray 2023 жылы осы көліктің иесінен сұраған кезде қандай бәсекелестері болды? Ең бірінші ол әрине Корея автокөліктері. Нарықта ұсынылған ол Hyundai Creta және Kia Seltos. Олар әрине қызметі жағынан өте дамыған Корея автокөліктері. Алайда 2023 жылдары сіздер естеріңізде болса, бізде нарықта ондай көліктер тапшы болды. Себебі басым бөлігі көрші Ресей нарығына кетті. Екіншісі бәсекелестері бұл әрине Жапонияның машиналары. Біріншісі ол CHR, екіншісі Nissan Kicks. Ондай автокөліктер бізде нарықта өте аз кездеседі. Алайда Қытай автокөліктерінің жақсысы ол ең бірінші бағасы төмен болды. Екіншіден жабдықталу жағынан Қытай автокөліктері басым бөлікке асып отыр. Үшіншісі ол әрине Еуропа нарығының көліктері, Renault Duster және Skoda. Еуропа нарығындағы автокөліктер ұсынылғанда олардың ең басты артықшылығы олар толық жетекті болды. Ал Қытай автокөлігі Geely Coolray ол тек қана алдыңғы жетекті және Еуропа нарығындағы автокөліктер олар көбінесе бағасы біршама қымбатырақ болды. Және де ең соңғысы бәсекелестері ол сол Қытай нарығынан шығарылған автокөліктер, ол жаңа Haval Julion, MG, Chery, Tiggo 4 және тағы басқалар. Олардың да өздерінің әрине тұтынушылары бар. Бірақ ең басты себеп осы көлік иесінің ең басты себебі осы көлікті таңдағаны. Ол әрине жаңағы Volvo инженерлерінің осы көлікті шығаруға үлес қосқандары. Қорытындысы, біріншіден Geely Coolray ол үнемді автокөлік. Бүгінгі күні дизайны әлі де ескірмеген. 2024 жылы екінші генерациясы шықты. Бұл автокөліктің дизайны кішкене өзгерді, моторы өзгерді, жаңа 4 цилиндрлі болып келеді. Алайда нарықта 2023 жылы бұл дәл осы автокөлік 12 миллион 600 мыңға сатылса, қазіргі күні сол 2023 жылы алынған автокөліктер еліміздегі платформа колеса KZ-тен қарасақ, орта бағасы 9 миллион 300 көрсетті.
Әрине ол қорқынышты сезім автокөлік тұтынушылары үшін, себебі бірер жылдан кейін автокөлік сатқысы келсе, ол бағасы әжептәуір едәуір түседі. Ең басты қорқыныш осындай. Екіншісі техникалық қызмет көрсету. Бірінші 10 мың жүргенде техникалық қызмет өтті көлік иесі. Техникалық қызмет сомасы 85 мың шамасында болды теңге. Екінші техникалық қызмет 20 мың шақырымда өтті. Ол кезде 120 мың теңге төленді. Сол жаңағы май ауыстырылды, фильтрі, свеча және тағы басқалары. Менің ойымша Қытай автокөлігі үшін ол өте қымбат техникалық қызмет көрсетуге. Бұндай көлікті таңдау әрине әркімнің өз еркі. Дегенмен осындай бағаға бүгінгі күні осындай дизайнмен, осындай мүмкіндіктермен осы автокөлік жағына қарауға болады деп ойлаймын. Құрметті достар, біздің бүгінгі автошоуымыз осындай болды. Пікірлеріңізді білдіріп, лайк басуға ұмытпаңыздар. Арнамызға тіркеліңіздер. Келесі кездескенше күн жақсы.